Сәлем достар, Дарикук каналына қош келдіңіздер. Бүгін асқабақтан торт жасайтын боламын. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге асқабақ, жұмыртқа, сарымсақ, сүт, қызыл бұрыш, өсімдік майы, ас көк, майонез және ұн, тұз керек болады. Ең алдымен асқабақты осылай үкіштен өткізіп аламын. Енді бұған ыстық сүтті құямын. Енді жақсылап араластыруымыз керек. Жұмсарып, аздап езілгенше осылай араластырамыз. Болмаса қолыңызбен мұжып жіберсеңіздер де болады. Енді оған жұмыртқаны жарып қосамын. Аздап араластырып, сұйық майды құйып, осыған жақсылап араластырамын. Енді осыған ұнды бөліп жаймен қосамын. Осы сәтте тұзды да дәміне қарай қосамын. Бізде осындай консистенцияда қамыр шығу керек. Видеода көрсетілгендей. Енді қызып тұрған табаны майлап, осылай құймақ тәрізді етіп, екі жақ бетін қызартып, пісіріп аламын. Қамыр қою болғандықтан, осылай қасықтың көмегімен табаға осылай жайып аламын. Солай пісіремін. Барлық асқабақ құймақтарын осылай пісіріп шықтым. Уайымдамаңыздар, асқабақ пісіп үлгереді. Міне достар, біздің асқабақ құймақтарымыз пісіп шықты. Нәзік, жұмсақ болады. Абайлаңыздар, жыртылып кетуі мүмкін. Енді біз кремін жасауымыз керек. Ол үшін сарымсақты майдалап тураймыз. Немесе сарымсақ қысқыштан өткізіп, езіп алсаңыздар да болады. Енді сарымсақтың үстіне майонезді қосамын. Оның үстіне қызыл бұрыш және ас көкті қосып, жақсылап араластырамын. Енді құймақтарды ортасына осылай кремімізді жағып, бірінің үстіне біріне қойып шығу керек. Осылай жақсылап жағамын. Тым көп жағып жібермеңіздер. Осылай жұқа етіп жағу керек. Достар, дайын болған тортты 1 сағатқа тоңазытқышқа қою керек. Енді соңғы үстіңгі слойды мен безендіріп жіберемін. Әрине бұл міндетті емес, бірақ безендірсеңіздер болады.
осылай жартылай жағып шығамын. Енді маған бір қызанақ керек болады. Қызанақтан мен гүл жасайтын боламын. Гүлді жасау жолы видеода көрсетіліп тұр. Видеодағыдай жасасаңыздар болады. Достар, торт өте дәмді болып шығады. Асқабақты ұнатпайтын адамдарда бұны ұнатады деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаса, тіркеліп лайк басып кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.